Құрметті ата-ана, 2024 жылы 18-ге толмаған балаларға ақша аудару туралы ақпаратты естіп, осы жерде ол қандай ақша, немесе біз балаларға қандай счет ашуымыз керек деген сияқты сұрақ сізді мазаласа, бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болмақ. Сонымен ұлттық қор балаларға жобасы ресми іске қосылды. 18-ге толмаған балалардың бәріне бірдей мөлшерде ақша аударыла бастайды. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұлттық қор балаларға жобасы ресми қолданысқа енді. Алдын ала мәлімет бойынша жоба алғашқы жылдың өзінде 7 миллионнан астам баланы қамтиды. Ұлттық қорды басқару ұлттық банктың құзырындағы шаруа болғанмен, ұлттық қор балаларға жобасының үйлестірушісі қаржы министрлігі, ал операторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Әділет министрлігінің базасындағы дерек негізінде 2024 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 18-ге толмаған балалардың тізімі жасалады. Сол тізім негізінде ұлттық қордың инвестициялық табысының тең жартысын неше балаға теңдей бөлу керектігі белгілі болады. 2024 жылдың 1 ақпанында осы есеп негізінде 18-ге толмаған балалардың бәріне бірдей мөлшерде ақша аударыла бастайды. 18 жасқа толған соң бала ұлттық қордан түскен төлемді тұрғын үй сатып алуға, білім алуға, оның ішінде шетелде білім алуға мүмкіндігіне жұмсай алады. Бірақ естеріңізде болсын, баспананы тек Қазақстан аумағынан сатып алу керек. Бала Қазақстан азаматтығынан айырылған кезде ұлттық қордан төлем аударылмайды. Егер балаңыздың деректері ЕГОВта жоқ болса, платформада баланы қосу деген батырмасы бар. Соны басып баланың GSN нөмірін енгізу арқылы тіркеуге болады. Ал тіркеу кезінде ақпараттар шықпай жатса, түзету батырмасына өтіп, өз құжаттарыңызды балаларыңыздың туу туралы куәлігін енгізесіз. Ұлттық қордан балаларға бөлінетін жинақ салықтан босатылады. Ата-ана ешқандай құжат жинамайды, өйткені процесс тұтас автоматтандырылған. Бірыңғай жинақтаушы қоры Әділет министрлігімен бірлесіп тиісті интеграциялық жұмыс жүргізіліп отырады. Бала 18 жасқа толғаннан кейін шоттағы қаражатты 10 жыл сақталынады. Осы 10 жыл ішінде шоттағы қаражат талап етілмеген жағдайда сол адамның зейнетақы шотына аударылады. Бала шоттағыға ақша доллармен сақталып, 18-ге толғаннан кейін 10 жыл ішінде талап еткен уақытта баған бойынша теңгемен аударылады. Ақша аудару жолымен ғана пайдаланады, қолма-қол берілмейді.